Қазақ тулары көне түркілерден қазақ хандығына дейін. Біріншісі сақ байрағы, археологиялық материалдар бойынша жасалған архивтары Қалиолла Ахметжанов. Екіншісі Моңғолияның он байрағы, Моңғолияның Мойынұлы облысынан табылған материалдар бойынша жасалған автор Қалиолла Ахметжанов. Үшінші түркі туы бейнелер және жазба деректер бойынша жасалған автор Қалиолла Ахметжанов. Көк байрақ, бөрлі байрақ деген осы. Төртінші ту Оғыздар байрағы бейнелік және жазба деректер бойынша жасалған авторы Қалиолла Ахметжанов. Оғыздардың байрағы. Одан кейін Қыпшақтардың туы орта ғасырлық орыс миниатюралы бойынша жасалған манускрипттер бойынша авторы Қалиолла Ахметжанов. Алтын Орданың туы 1335 жылы Каталон атласында бейнесі және бейнелік материалдар бойынша жасалған автор Қалиолла Ахметжанов. Каталон атласынан алынған барлығы. Одан кейін Қазақ хандығының туы, Қазақ хандығы Абылайдың ақ ту ауыз әдебиет деректері бойынша жасалған авторы Қалиолла Ахметжанов. Назарларыңызға көп рахмет. Каналға тіркеліңіздер, міндетті түрде жалғасы болады. Өйткені қазақтарда тудың түстері көп. Ақ ту, сұры ту, көк ту, жасыл ту, қызыл ту деген сияқты.